Барлықтарыңызға сәлем, шоколадный фондан дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрғақ ыдысқа жұмыртқаға қантты қосып, миксерлейміз, массамыз ағару керек. Дәл осылай. Одан кейін шоколадқа сармайды қосып, водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Араластырып, жаңағы миксерленген жұмыртқа массамызға шоколадты ұн, какаоды қосып, бір келкі масса болғанға дейін араластырып шығамыз. Формамызды майлап, немесе пергаментті төсеп, қамырымызды орналастырамыз да, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Қанша уақыт дайындалу керектігін видеоның астына описанияға жазып қоямын. Енді ыдысқа еріген шоколадты жағып, осылай шоколадный фонданды орналастырыңыз. Үстіне қант ұнтағын сеуіп, балмұздақпен дастарханға қойсаңыз болады, достар. Егер де видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.